Так, ақ машинаның оң жақта кедергісі бар. Ол түсінікті болды, автобус бірінші кетеді, соң ақ. А, жеңіл Айыл көлік соңында мотоцикл ау, походу. солай ма? Қазір көрейік, Қарайық. Бірінші автобус Соңын кетті. Одан кейін ақ машина кетті да. Өйткені екеуі де главныймен. Содан кейін көк машина ең соңында. бәсе. Осы нәрсе болу керек. Так, мына жерде қарайық. Кім бірінші өтеді? Газель. Иә, кошелек та Сол. бірінші өтеді. Одан кейін барып қызыл машина да. Одан кейін барып ең соңында ақ машина. Так, инкассатор кетті. Қызыл машина кетті. Ақ машина. Так, мына жерде ше. Походу ше. Көк бірінші жүреді ау, походу ағая. Қалғандар не айтады? Елдос, сен машина отырсың, соғады екенсің ғой. Мына тұрмын. Жоқ, мен өзім ойымды айтып жатырмын просто ше. Ойды айтпа, Бірінші ережені айт. автобус. Автобус, иә, өйткені мына қарап тұрмыз ғой мына жерде. Жирный сызық болған, главный деп. Сөз. Иә. Главный мына жақ кетіп отқан жоқ қой, оң жақ кетіп отыр главный. Иә? Болды. А енді екеуінікі главный болғаннан кейін помеха справа кімдікі? Ақтікі, иә? Сондықтан Ақтікі. бірінші автобус жүреді, ақ жүреді. Ең соңы. А сен Елдос көкті бірінші жүрдің. Так, мына жерде ше. Бұл жерде трамвайлар бар. Трамвай бірінші жүреді, сосын қызыл, сосын соңында ақшар. Бұл жерде екі трамвай бар. Мына трамвайды мысалы үшін А деп жазып қояйықшы, иә? Мына трамвайды Б деп жазып қояйықшы. Көп шаттырмау үшін. Енді қарайық. Главный жолмен кім келе жатыр? А трамвай, ақ машина, қызыл машина. Болды, иә? Үшеуі ғана ғой главный. Алар екінші. Значит, бұлар тоқтап тұрады, иә? Бірінші кім кетеді? Әрине трамвай кетеді. Солай емес пе? Трамвайда помеха справа деген жоқ қой. Мына ақ машинада бар помеха справа, оң жақта. Трамвайда жоқ. Трамвай мен автомобильдің арасында ондай түсініктеме жоқ. Сондықтан қалай болады екен? Бірінші кетеді трамвай А. Трамвай. Кетті. Әне кетті трамвай. Одан кейін қалам. Мынау нервный трамвай екен, жүріп жатыр. Ойлап қалды ғой деймін, оған жол берді. Мынау ұйықтап қалды. Түсінікті ғой, иә? Түсінікті ғой, иә? Трамвай кетті, потом ақ, көк қызыл. Содан кейін мынау енді түсінікті ғой негізі. Келесі картинка. Біз оңға солға бұрылғанда міндетті түрде велосипедтер мен жаяу адамдарды ұмытып кетпейік. Велосипед жолдың шетіне жүретін болғандықтан оңға бұрылған кезде оған жол береміз. Велосипед тура кетіп баруы мүмкін. Дәл сол сияқты біз солға бұрылып жатқанда велосипед кетіп барса, оны менсінбеуге болмайды, ол да көлік қой. Көлік жол береміз. Егер біз басқа мемлекетте өмір сүрсек, ол жерде бар заң, иә. Велосипед басқаларға жол береді деген. Өйткені жеңіл машина жылдам өтіп кетеді ғой, велосипед. Бірақ біздің ереже бойынша бұл көлік. Көлікке жол береміз. И әрине жаяу адамдар тротуармен жүріп жатыр. Тротуар деген ол пешеходный переход. Мына жақта болсын, мына жақта болсын. Біз пешеходтарға да жол береміз, иә, міндетті түрде. Және біз деген жаңа айттық, жол қиылысында кейбіреулер қалып қояды дедік, үлгермейміз. Мысалы үшін бізге қызыл жанып тұр, сары жанып, жасыл жанады. Біз қозғалысты бастамай тұрып, бірінші мына жерге қараймыз, иә. Жол қиылысында біреулер үлгермей қалды. То есть енді жол қиылысына кіргенде оларға қызыл жанды. Ол не істеу керек олар? Жүре беру керек, ары қарай тоқтамай. Ал бізге жасыл жанса да тоқтатып күтіп тұрамыз. Газель деген кері айланып жатыр, мынау деген тура жүріп жатыр. Оларды жібергеннен кейін барып қозғаламыз. Немесе адам. Мысалы үшін біз жасыл жанып жүре кетсек, адам үлгермей қалып жүгіріп бара жатыр. Адамды басып кетпейміз ғой, иә? Или адам кері қарай қашпайды ғой, правильно? Сондықтан кім жасылға кіріп кетті, аяқтау керек в любом случае. Сондықтан мына көк машина разворот жасауы мүмкін, оған жол береміз. Жаяу адамға жол береміз. Бізге жасыл жанса да. Негізі авария болады ғой, екі машина перекрестте. Кімді кінәлайды? Кім жасылға ерте қозғалып кетсе, соны кінәлайды.
өйткені ол тоқтап тұр ғой, тоқтап тұрғанға оңай ғой. Чем қатты келе жатқан машинаға. Сондықтан қатты келе жатқан машина өтіп кету керек. Так, егер біз жасыл жанып тұрған кезде немесе светофор жоқ болсын, ар жақта кептеліс болса, мына территорияға кірмейміз дедік, жол қиылысының территориясына кіруге болмайды деп айтқанбыз. Міне жасыл жанып тұр, ар жақта кептеліс болып тұр. Біз қазір кірсек, ортада қалып қоямыз. Солай ғой, ортада тұрамыз. Мына машиналар қимылдамай тұра береді. Бір кезде жасыл өшеді, мына жаққа жасыл жанады. Ал ол жақтағы машиналар не істейді? Жүре алмай тұрып қалады. Солай ғой, ол жерде уже хаос басталады. Мына жерде сондай. Адамдар бір-бірін тыңдамай осылай жүре берсе, бұл жер бардак болып кетеді. Түсінікті ғой, сондай болмау үшін біз алдын ала қарап болжап барып жүреміз. Қалай болса жүруге болмайды. И әрқашан оперативтік көліктерге жол береміз. Кеше тура осындай ситуация болды. Полиция келе жатыр, төбесін қосып, сиренасын қосып, айғайлап келе жатыр. Мына жерде 16 жастағы бала, ол енді ойлаған жоқ, ол жасылға келе жатырмын деп ойлап келе жатыр ғой. Мына машина негізі тоқтады, жан-жағына қарады да потом жүрді. Мынау келіп жанынан келіп соқты ғой. Полицейский де қайтыс болды, өзі де қайтыс болды. 16 жасар бала. Ол жерде А1 категориясы керек еді, иә. Сондықтан абай боламыз, мінекей. Бізге жасыл жанып тұр екен, біздікі главный деп тупо жүре бермейміз, жан-жаққа қараймыз. Музыканы даңғырлатып қойып қойып естімей қалмаймыз, иә. Солай ғой, иә. Скорыйды соқты ғой, бір бала соқты. Айтады, сен көзің жоқ па дейді. Жоқ, мен алдымда автобус кетіп барды, көрген жоқпын дейді. А енді айғайлаған дыбысты естіген жоқ па? А мен де жақсы музыка істеп тұрды, естімей қалдым дейді. Сондықтан музыка деген 75 децибелден аспау керек. Сырттағы дыбысты естуіміз керек. Біреу сигнал береді, біреу деген сиренасын қосады, скорый, пожарный, полиция деген сияқты. Қысқырады полиция. Бәрін естуіміз керек. И және оларға әрқашан жол беруіміз керек. Пешеход өтіп бара жатса тоқтайды. Өйткені оперативный көліктерге жаяу адамда, машинада жол беру керек.